Кезінде қырғыздың бір жігіті қазақ қызына ғашық болып, жар болуға ұсыныс тастағанда қазақ қызының қырғыз жігітіне айтқан жауабы: жақсы қызды жар еткіңіз келеді, еліңізге келін болман себебі. Том тарихты ақтарғанда болашақ қазақ болып қалу керек дерегім. Болғаннан соң бастарында бостандық, қаншама қыз өзге жастық жастанды. Ел болмайтын жиендерді көбейтіп, қазағыма жасамаймын қастандық. Зор білекті батыр тусам қайтемін, жарасында жасырынған жау болар. Дүр жүректі хакім тусам қайтемін, ел арасын алшақтатар дау болар. Өте білгір әкім тусам қайтемін, қарашадан дара шығып хан болар. Өткір тілді ақын тусам қайтемін, тамырыма тартып текті жан болар. Жез таңдайлы әнші тусам қайтемін, өнер шіркін өзге ұлтқа жолданар. Шеберленген күйші тусам қайтемін, сатқындықтың сорақысы сол болар. Ұрпағымды сүйгенменен ұлтым үшін күйгенде, белгілі ғой жұлдызымның жанбасы. Әйел ердің қабырғасы білгенге, бір қазағым қабырғасыз қалмасын. Үрдің қызы күтіп жүр ғой сізді де, қабырғаңыз болғасын. Достық туын желбіретсек, достық сөзі сүйерім. Адал дос деп сізге басты иемін. Өзге ұлтта алынбаған өшім жоқ, бірақ өз ұлтымды өзгешелеу сүйемін. Сондықтан да қазақ болсын күйеуім деген екен. Авторы Гүлсара Шалқар.